2021 жылдың қазан айында Ресей армиясы Ресей, Украин және Беларусь Украин шекарасына әскер топтастыра бастады. Кремль бұл әрекетін жоспарланған әскери жаттығулармен түсіндірді. Украинаға Ресей тарапынан ешқандай қауіп жоқ екенін және олар өз күштерін өздері ойлаған жерге көшіруге құқылы екенін айтты. Бірақ көп ұзамай Америка Құрама Штаттарының барлау қызметі Ресейдің әскер шоғырландыруы алдағы уақыттағы Украинаға басып кіруге дайындық екенін ескертті. Ресей үкіметі мұны үзілді-кесілді жоққа шығарды. Ал кейбір НАТО елдері мен Украина саясаткерлері бұл болжамды асыра сілтеушілік деп қабылдады. Алайда, желтоқсанға қарай Ресей билігі батыс елдеріне келесі талаптарды қоя бастады. Біріншіден, НАТОдан Украинаның ешқашан ұйымға кірмейтін туралы кепілдік сұрады. Екіншіден, альянсқа 1997 жылдан кейін кірген елдерді дереу шығаруды және 1997 жылғы шекараға қайтып, НАТОның одан әрі кеңеюін тоқтатуды талап етті. Және де НАТО өзінің Украина, Шығыс Еуропа, Кавказ, Орталық Азия аймақтарындағы кез келген саяси әскери әрекеті бойынша Ресеймен келісімге келуі шарт деген мүмкін емес талапты қойды. Әрине, Америка Құрама Штаттары мен оның одақтастары бұл талаптарды қабылдамады. Бірақ соған қарамастан, Франция президенті Эммануэль Макрон сияқты батыс лидерлерінің тарапынан Ресеймен арадағы шиеленісті бейбіт түрде шешу бойынша әрекеттер жасалды. Бірақ келіссөздер шешімін таппай тығырыққа тірелді. Осылайша 17 ақпан күні мойындалмаған Донецк және Луганск халық республикалары мен Украина бір-бірін оқ жаудырды деп айыптады. Осы уақытта мойындалмаған Донецк пен Луганск үкіметтері өз халқын эвакуациялау туралы шешім шығарды. 2022 жылдың 21 ақпанында Ресей президенті Владимир Путин өз халқына жолдауында Украина және басқа да посткеңестік елдердің мемлекеттілігін жоққа шығарып, оны большевиктер құрған жасанды мемлекет деп атады. Сол күні Мәскеуде Ресей қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс отырысы өтіп, онда Донецк халық республикасы мен Луганск халық республикасы тәуелсіздігін тану мәселесі талқыланды. Ұсынысты оның барлық қатысушылары қолдап, Ресей президенті Владимир Путин тиісті жарлықтарға қол қойды. 22 ақпанда Украина президенті Владимир Зеленский үндеу жасап, Киевтің бейбітшілікті жақтайтын және Ресейдің Донбасс республикаларын тану туралы шешімінен кейін дипломатиялық жұмысын жалғастыратынын айтты. 24 ақпанға қараған түні Владимир Путин Донбассқа ресейлік әскерилер енгізілгенін және арнайы әскери операция басталғанын ресми түрде хабарлады. Договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции. Оның мақсатын елді демилитаризациялау, денацификациялау деп атады. Ресей Федерациясының қарулы күштері Донбасста ғана емес, Украина қалаларына және оның әскери инфрақұрылымына соққы берді. Әртүрлі бағалаулар бойынша Ресей 900 мың сарбаздан тұратын жалпы белсенді әскери персоналдың 150 мыңнан 200 мыңға дейінгі бөлігін соғысқа араластырды. Сондай-ақ Донецк пен Луганск қалаларынан 40 мыңға жоқ сепаратистер қосылды. Кейінірек оларға Сирия, Абхазия мен Осетия сепаратистік республикаларынан бірнеше мың адам қосылды. Осылайша Ресейдің ең озық профессионалды деген әскері Украина аумағына жұмылдырылды. Соғыс жарияланғаннан кейін бірнеше минуттан кейін Киевте, Харьковте, Одессада және Донбасста жарылыстар орын алды. Ресей Киевтегі, Харьковтегі және Днепрдегі әуежайларға, әскери штабтар мен әскери қоймаларға қанатты және баллистикалық зымырандарды ұшырды. Украинаның әскери инфрақұрылымын, базаларын жою мақсатында 100-ден астам зымыран соққыларын жасады. Кейінгі оқиғалар Ресейдің жоспары орындалмағанын көрсетті. Өйткені Украинаның әскери инфрақұрылымы әжептәуір зақымданса да, көп бөлігі өз орнында болмай шықты. Осыдан кейін 4 негізгі бағытта шабуыл жүрді. Ең алғашқы бағыт бұл солтүстіктен Беларусь жері арқылы Киев бағытына қарай шабуыл жасалды. Екінші бағыт шығыстан Белгород арқылы Харьков облысына басып кірді. Үшінші соққы Воронеж бен проресейлік сепаратистердің қолындағы Донецк пен Луганск аймақтары арқылы оңтүстік шығыстан Запорожье мен Херсон бағытында жылжыды. Төртінші соққы Қырым арқылы Херсон мен Николаевка қалалары бағытында жасалды. Ресей стратегиясы Херсон, Харьков сияқты ірі қалаларды алу арқылы Украина әскері мен Украина халқының рухын түсіріп, Зеленский билігін капитуляция жасауға итермелеу еді.
Ресейдің және батыстың сарапшылары Ресей Украинаны 72 сағаттың ішінде алады деп болжады. Бұл болжам негізсіз емес еді. Екі тараптың күштері мүлдем салыстыруға келмейтін. Ресей армиясы әскери техниканың саны жағынан бірнеше саты жоғары тұрды. ақш-тың, Францияның, Германияның, Ұлыбританияның қорғаныс министрліктері Украина астанасының қашан құлайтынын санап жатты. Әртүрлі болжамдар айтылды. Бірі 78 сағатта құлайды десе, бірі 96 сағат деп болжады. Ал президент Владимир Зеленскийге тіпті эвакуациялауды және шетелге қашуды ұсынды. Президенттің бұл ұсыныстарға берген жауабы мынадай болды. Маған көлік емес, қару керек деп өзінің нақты жауабын айтты. Алайда Украинаның әскерилері Ресейдің жоспарын күл талқан қылды. Украина 3 күн түгіл 333 күнде де құлаған жоқ. Әлі кезге дейін Ресей басқыншыларына қарсылық көрсетуде. 24 ақпан күні таңғы сағат 8-де бортында Ресей әскерлерінің элиталық арнайы күштері бар кемі 40 тікұшақтан тұратын жасақ Гастомельдегі Антонов әуежайына бағыт алды. Киевтен 10 шақырым жерде орналасқан үлкен әуежай кешені Ресей Федерациясының стратегиясында үлкен рөл атқарды. Оккупанттар оны Қазақстанда жасаған тактика үлгісінде әуе көпірін ұйымдастыру үшін түйін ретінде пайдалануды жоспарлады. Белоруссиядан келген әскери техниканы әскерлерді Гастомельдегі әуе көпірі арқылы ауыстырып, жаңартып, бүкіл күшті Киевке бағыттауды жоспарлады. Дегенмен бұл жоспар қағаз жүзінде ғана мінсіз еді. Тікұшақтар шекарадан өткеннен кейін оларды атып түсіре бастады. Арнайы жасақ күштері мен тікұшақтар белсенді және қатал қарсылыққа тап болды. Дәл осы уақытта жыландай созылған Ресейдің бронетехника колонналары әртүрлі бағыттан Киевке қарай жылжыды. Украиндар шекарадағы бейне бақылау камераларынан жүздеген Ресей техникаларының шекараны кесіп өтіп жатқанын көрді. Ресей шабуылын тоқтату мүмкін емес сияқты еді. Ресей үкіметі Украинаны толық басып алуға бірнеше күн бөлді және 48 сағат ішінде Киевті аламыз деп ойлады. Киев маңындағы шешуші шайқастардың бірі Киевке жақын орналасқан Гастомель әуежайында болды. Украиндар түсірген көптеген бейнероликтер шабуыл басталғаннан кейін бірнеше сағат өткен соң аэродромға кем дегенде 40 тікұшақ шабуыл жасағанын көрсетеді. Ресей күштерінің Гастомель әуежайына шабуылдаудағы негізгі мақсаты әуежайдың ұшып-қону жолағын басып алу арқылы ауыр тасымалдаушы ұшақтарды қондырып, десанттық күштерді және әртүрлі ауыр техниканы тасымалдау еді. Мұндай әскери күштерді Киевтен 10 шақырым жерде орналастыру қаланы ұстап қалу мүмкіндігін жоққа теңейтін еді. Әуежай аймағын тек минометтермен және жеңіл атыс қаруларымен қаруланған Украина ұлттық гвардиясының толық емес бригадасы қорғады. Украин жауынгерлері Ресейдің элиталық десанттық күштеріне қарсы тұрды. Күш тең болмағандықтан және оқ-дәрінің саны шектеулі болған соң шегінуге мәжбүр болды. Және шегіну барысында ұшып-қону жолағына зақым келтірді. Келесі күні Украина қарулы күштері қатты қақтығыстар барысында басып алынған әуежайға жақындады. Ұшып-қону жолағына бірде Ресей иелік етсе, бірде Украина тартып алып жатты. Осылайша Украина сарбаздары Ресейдің тасымалдаушы ұшақтарының қонуына қосымша техника мен десанттық күштердің келуіне кедергі келтірді. Спутниктік суреттер Киевке қарай 65 шақырымдық бронетехника колоннасының келе жатқанын көрсетті. Бірақ Астанаға жылдам жету жоспары сәтсіз аяқталды. Ауыр техника жолдарды зақымдап, 18 сағат ішінде Киевке жетудің орнына балшыққа батып, кептеліп қалды. Ресейліктер Украинаның солтүстігінде бірнеше күн, содан кейін бірнеше апта бойы тұрып қалды. Киев үшін тағы бір өте маңызды шайқас қаладан 30 шақырым жерде орналасқан Машюн ауылында болды. Машюн ауылы өзінің орналасу жағдайына байланысты орыстар үшін Киевке апарар қақпа іспеттес болды. Сондықтан Ресей басшылығы мұнда үлкен күш жұмылдырды. Ауылда қиян-кескі шайқастар өтті. Шайқас барысында ауыл алма-кезек екі жаққа өтіп тұрды. Осы кезде Киевтің және жалпы соғыстың тағдыры бірнеше ондаған Украин сарбаздарына байланысты болды. Олар үлкен ерлік көрсетіп, елордаға апарар жолдарды жауып тастай алды. Нәтижесінде қала маңындағы ауылдың 80% қирады. Бірақ орыс әскерлері ауылды өз қолына түсіре алған жоқ. Бұл жерде орыстар бір айға жуық тұрақтап қалды. Содан кейін шегінуге мәжбүр болды. Және де Киев маңындағы елді мекендерді алу барысында орыс әскерлері тағы бір қиындыққа тап болды.
Орыстар жеткілікті су, азық-түлік пен жанармай дайындамады. Жолдарға зақым келтірді. Және Украина сарбаздарының қарсылығы жаулардың алға жылжуын баяулатып, ақыры керек жарақтары толық сарқылды. Ақыр соңында Ресей армиясы бейбіт тұрғындардың дүкендері мен үйлеріне кіре бастады. Кейіннен Ресей уақытша басып алған аумақтарда азаптау іздері бар жүздеген өлтірілген украиндық бейбіт тұрғындар, мыңдаған қираған үйлер және әскери қылмыстардың басқа да дәлелдері табылды. Жалпы Украинаның солтүстік аймағы орманды аймақ болып табылады. Орыс сарбаздары Киев облысына басып кіргенде навигация үшін 40 жыл бұрынғы карталарды қолданғаны белгілі болды. Кейінірек бұл карталарды Украина сарбаздары жау позицияларынан тапты. Ал украиндық жауынгерлер өз туған жерін жақсы білетін еді. Украин жауынгерлерінің тактикасы былай болды. Олар жылдам жүретін квадроциклдерді қолдану арқылы Ресей әскери колоннасындағы бірінші және соңғы техникаға соққы берді. Осы арқылы колоннада хаос тудырды. Кейінірек олардың артиллериясы мен дрондары арасында қалған техникаларға жүйелі түрде соққы жасады. Сонымен қатар, украиндар Киевтің сыртындағы көптеген көпірлер мен Ирпень өзеніндегі бөгетті жарып жіберді. Елді мекендер мен жолдарды судың басып қалуы орыстардың алға жылжуын едәуір қиындатты. Украина ауыл тұрғындары да қарулы күштерге жаудың орналасқан жері туралы хабарлап отырды. Бұл өз кезегінде жау позицияларына тиімді соққы жасауға мүмкіндік берді. Украина қарулы күштерінің жетістігі Ресей әскерінің әлсіздігі немесе кемістігі емес. Себебі соғыстың басында Ресей әскерінде қазіргідей мобилизацияланғандар, еріктілер және бұрынғы қылмыскерлер болған жоқ. Ол уақытта Ресей өзінің профессионалды, ең мықты деген жасақтарын Украинаға аттандырған болатын. Соған қарамастан, саны һәм техникасы жағынан әлде қайда аз украин жауынгерлері асқан ерлік көрсетіп, Киевті қорғап қалды.